Қасиетті Құран кәрімде Хазіреті Мұса хақында көптеген аяттар бар. Онда Хазіреті Мұсаның Мысырдан қашқаны, кейін қайта айналып пайғамбар болып келіп, Мысыр перғауынын мұсылмандыққа шақырғаны хақында баян етілген. Осы сүрелерде исламды қабыл етпеген перғауынның ақырында теңізге батуға таяғанда амалсыз тілмен иман еткен айтылған. Алайда жаны алқымда тұрып, иман еткен пенденің иманы қабыл болмайды. Сонда да болса ешбір пенденің зәредей амалын құр қайтармайтын ұлы жаббария перғауынның денесін сақтайды. Аятта былай айтылады: Исраил ұрпақтарын теңізден өткіздік. Сонда перғауын мен әскерлері жауыздық пен дұшпандық бойларын кернеп, арттарынан қуды. Ақыр соңында ол теңізге батар сәтте Исраил ұрпақтары иман еткен Құдайдан басқа Құдай жоқтығына иман еттім. Мен де мойынсұнушылардан болдым деді. Енді ғана сендің бе? Арасында сен де бұрын қарсылық еткендердің бірі едің. Сенен кейінгілерге үлгі болу үшін денеңді жансыз түрде құтқарамыз. Негізінде көптеген адамдар аяттарымыздан мүлде хабарсыз. Осы аятта болашаққа қатысты мұғжизалық хабар бар. Ұлы жаратушы тілмен болса да иман еткен, амал үшін перғауынның суға батқан денесін шірітпей, келер ұрпаққа ой салып, күпірліктің ақыры немен аяқталатынын білдіру үшін сақтайды. Негізінде ол заманның перғауындарының бар арманы ұзақ өмір сүру. Сондықтан да тым құрыса денелерін келер ұрпаққа жеткізу мақсатымен мумиялап сақтаған. Алайда теңізге батқан перғауынның денесі мумияланбағандықтан шіруге лайық еді. Бірақ Алла Тағала оның амалсыз, тілмен иман еткен амалын құр қайтармай, қарымын бұл дүниеде берген. Бұл да перғауынның бар арманы еді. Осылайша оның денесі осы заманға дейін сақталып, ғалымдар жақында Қызыл теңізінің жағалауынан мумияланбаған, сәжде еткен бойы өлген адамның денесін тауып алады. Бұл әлбетте перғауынның денесі. Өйткені ғалымдар бұл дененің сол ғасырда өмір сүрген адамның денесі екендігін анықтаған. Әрі бұл мумияланбаған, сәжде халіндегі адам. Алайда табиғи заңдылық бойынша адамның денесінің ғасырлар бойы шірімей сақталуы мүмкін емес. Қазір ол Британия мұражайында сақтаулы. Алла Тағала оны өзінен кейінгі, яғни қазіргі ұрпаққа өзін Құдай санап, тәкаппарланғандардың ақыры немен аяқталғанын ғибрат етіп көрсету үшін сақтаған. Ұлы жаратушы уақыты келгенде оның денесін ел жұрттың көз алдына қойып, қарағанға үлгі етуде. Бірақ та көптеген адамдар аяттарымыздан мүлде хабарсыз. Яғни Құранның ақиқатын біле тұра адамдар иман етпейді. Иә, алғаш ғалымдар перғауынның ғасырлар бойы шірімеген денесін қазып алып, сол қалпы мұражайға қойғанда, адамдар оның сәжде еткен түрін анық көрген. Кейіннен мұсылман әлеміндегі кейбір ғалымдар оның сәжде еткен бойы өлген перғауын екендігін дәлелдеп жазғанда, ағылшындар оны қырынан жатқызуға мәжбүр болған. Құранда бұдан да басқа болашаққа қатысты көптеген хабарлар бар. Уақыты келген хабардың бәрі де айдай анық шыққан. Құранда осы мәселеге байланысты мынадай аят бар: Біз аяттарымызды сыртқы әлемде және өз іштеріңде көрсетеміз. Сол уақытта Құранның ақиқат екендігі айқындалады. Бұл аятта Алла Тағаланың барлығы мен бірлігіне тиісті аяттар мен Құранның ақиқатын көрсететін дәлелдердің бірінен соң бірі айқындалатын жөнінде айтылады. Айтылғандай, көп өтпей-ақ жаратылыстану ғылымдары өз тілдерімен Құранның ақиқаттығын паш еткен. Қазіргі физика, химия, тағы басқа жаратылыстану ғылым салалары оны растаумен қатар келешекте де ғалымдар өз іштерімен ғаламды жаңа қырынан зерттеп, ұлы жаратушының барлығы мен бірлігіне басқа да мөрлерін көріп, олардың бәрін Құран ақиқаттарын растайтынына қайран қалып, Құранға бет бұра бермек. Аллах Тағала баршамызды игілікке бастасын.